белім, сөздерімді сенің құлағыма құйып келем. Белгілі кәсіпкер, мәжіліс депутаты Дәулет Тұрлыхановтың інісі, әжесінің сара жолымен жүрем деп әндеткен белгілі әнші Рахат Тұрлыхановтың басы тағы да дауға қалды. Танымал әнші бұл жолда отбасылық жанжал үшін полиция бөлімшесіне жеткізілді. Олар 42 жастағы өнер иесіне хаттама толтырып, істі сотқа жолдаған. Бірақ сотта әйелі күйеуінің қол көтермегенін, арада ұрыс болып кешірім бергенін жеткізген. Сол себептен іс тоқтатылған. Естеріңізде болса, Рахат Тұрлыханов 3 жыл бұрын әйелін соққан үшін әкімшілік жазаға тартылған. Бірақ екі тарапта толасып, іс сотқа жетпей тоқтаған. 2024 жылы бұл жағдай тағы да қайталанып, танымал әнші 14 тәулікке қамалған болатын. Всем добрый день. Да, я хотела от себя добавить, что у нас с Рахатом все хорошо. Рахат любящий, заботливый, добрый муж, отец. Да, у нас были ссоры в семье, недоразумения, как и в других семьях. Алдағы уақытта өнер иесіне отбасылық бақыт тілейміз. Сонымен қатар 18 наурызда қоғам белсендісі Санжар Боқаевтың ұсталғаны белгілі болды. Бас прокуратура оған жалған ақпарат таратты, аса ірі мөлшерде ақша жымқырды, қоғамда теріс пікір қалыптастыру үшін видеолар жариялады деп айып таққан. Ол соңғы жылдары желіде жемқорлық пен заңсыздықты әшкерелейтін видеолар көптеп жариялады. Ол Алматыдағы Баум тоғайында мыңдаған ағаш кесілгенін көрсеткен. Үлкен Алматы өзені бойындағы гранит тастарды белгісіз адамдар бас пайдасы үшін алып кеткенін әшкерелейді. Қала орталығындағы брусчаткаларды біреулер түн ортасында тиеп жеке үйге бара жатқанын көрсеткен. Бұл видеолар жүздеген мың қаралым жинап қызу талқыланды. Заңсыздық үшін бірнеше шенеулік сөгіс алды. Кейін ол ақшқа кетіп, бизнесін ақшта көтергенін, қоғамдық жұмыстан жалыққанын, жемқорлық дәлелін көрсеткенде ешқандай нәтиже болмағанын айтқан. Құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина бір ай бұрын Боқаевпен сөйлескенде оған қысым көрсетіліп жатқанын жеткізген. О его запугивании. И он сказал, что они угрожают ему, значит, там семьей угрожают, детьми угрожают, да, и поэтому он вынужден уехать. Санжар сказал, что, к сожалению, он столкнулся с тем, что государство стоит на стороне олигархов, потому что большие коррупционные дела совершаются людьми. Айта кетер болсақ, Санжар Боқаевтың негізгі мамандығы саясаттанушы, саясаттану бойынша философия докторы. Ол 2012-2014 жылдары мемлекеттік қызметте істеген. 2023 жыл ол мәжіліс сайлауында Алматының нөмір 4 сайлау округі бойынша мәжіліс депутатына өзін ұсынып, парламентке өте алмаған. Ол сайлау нәтижесі бұрмаланғанын айтып, жоғарғы сотқа дейін шағымданып, бірақ нәтиже шығара алмаған. Алдағы уақытта қоғам белсендісіне жақсы жаңалықтар күтетін боламыз. Құрметті көрермендер, арнама тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.